Депутаттық сауал Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Қасымқызы Дүйсеноваға. Біз қашанда сөз қадірі өз қадірім деген халықпыз. Бүгінде әлеуметтік желідегі қаптаған түкке тұрғысыз дүниені түйенің құнына өткізіп жіберетін алаяқтар өзінің де сөзінің де қадірін кетіріп болды. Қазір интернет білім мен ақпараттың көзі ғана емес, жалған ақпаратпен алдап арбаудың, орынсыз бопсалап, адам өмірін тас-талқан етудің құралы болып отырғанын көріп жүрміз. Блогерлікті бопсалау мен қыспақтаудың құралы қылып алып, біреудің абыройын төгіп, сүрінгенін суреттеуді батырлыққа балап жүргендер баршылық. Мұны таяуда өткен депутаттар форумында сөйлеген сөзінде ел президенті өзі де тілге тиек етіп, кейбір адамдар өздерін блогер деп санап, әкімдердің әр қадамын аңдып бақылауға алды. Бұдан да сорақысы, олардың арасында жұмысқа кедергі келтіріп, әкімдерге қоқаң-лоққы көрсететіндер де бар деп сын тезіне алды. Сөзімізге қоғамнан көптеген келеңсіз мысалдар келтіруге болады. Мәселен, таяуда Атырауда соңы қайғылы жағдаймен аяқталған оқиға. Қоғамдық тәртіпке бағынуға шақырған күзетшінің ар-намысын аяусыз таптаған блогер сымақтың әрекетінен соң азаматтың қан қысымы көтеріліп, жүрегі тоқтақ болған. Сөз сүйектен өтеді. Ақыры, орынсыз дарақылықтың салдарынан бір әулет қара жамылды. Жалпы мемлекеттік қызметте немесе ел алдында жүрген азаматтардың басқан қадамын аңдып, көп алдында масқаралап, хайып қуалау әдеткі дүниеге айналды. Қоғамды дүрліктірген тағы бір маңызды мәселе әлеуметтік желілердегі арзан, ақыл, сапасыз білім сатқыш білгіштердің көбеюі. Байқап қарасақ, әлеуметтік желілерде бақытқа жету жолын көрсетемін, жылдам баюды үйретемін, күйзелістен құтқарам, түп санаңды түзетемін, бір айда жұлдызға айналдырамын, тез арықтатамын, шет тілінде сайратып жүремін деген секілді сан түрлі курс, вебинар, тренинг сатушылар, блогер, бизнес-тренер, коуч, психолог, мотиваторлардың жардамасы желді есіп, сауданың көрігін қыздыруда. Аңқау елге арамза молда демекші, олардың арасында елге танымал шоу-бизнес өкілдері, айтыскерлер де бар. Ауызекі тілде оларды инфасығандар деп атайды. Олардың жүздеген мың теңгеге бағаланған сабақтарынан жұрт тіпті несие рәсімдеп сатып алып, кейін қарызға белшесінен батып қалғанда жасырын емес. Елдің еңсемді көтерсем деген адал үмітін арам жолмен пайдаға айналдырғандарды қалай атауға болады? Бұлардың ешбір сүзгі мен қадағалаудан тыс өткізіп жүрген сабақтарының кесірінен талай отбасының шаңырағы ортасына түсті. Қарияның бір ауыз сөзі елді, күйеу ананың бір ауыз сөзі келінді тәрбиелеген ұлтымыздың отбасы құндылығын кім көрінген өзінше түсіндіріп, шаңырақтың шырқын алды. Өз тағдырын түзей алмағандар өзгенің киелді табалдырығына төрелік айтып бағуда. Ал олардың көп көсініп отырған сабақтары біздің ұлттық құндылықтарымызға, мемлекеттің неке және отбасы туралы заңына қаншалықты сай екендігін тексеріп, талдап жатқан ешкімде жоқ. Сөйте тұра, кейбір деректерде еліміздегі осындай инфобизнестің жылдық айналымы 500 миллион ақш долларын құрайтындығы айтылған. Болжам бойынша алдағы 5 жылда 2 миллиард ақш долларына жетуі мүмкін дейді. Айтпақшы, олар мемлекетке салық төлей ме екен өзі? Тіпті инфасығандардан мезі болған жұртшылық оларға тыйым салу мақсатында 2023 жылдың 23 қарашасында петицияда жариялаған екен. Өкінішке орай қараусыз қалса керек. Былтыр мәжіліс қабырғасында онлайн платформа және онлайн жарнама туралы заң жобасы қабылданды. Осы заңның әлі де болса орындалуы осал болып жатқандығын көріп отырмыз. Әйтпегенде біз көтеріп отырған мәселенің көбі дерлік аталған заңда бүге шігесіне дейін қамтылған. Ал жұртшылықтың қаржылық сауатын арттыруға бағытталған Аманат партиясының қарызсыз қоғам жобасының осындай дерттермен күресуге бағытталған іс-шаралары бір төбе. Осыны ескере келе, үкімет ең алдымен инфобизнес платформаларының мазмұны мен идеологиясын және заңдылығына, оны жүргізушілердің деректеріне мониторингті күшейтіп, заң бұзушылықтарға жедел әрекет ету қажет. Екіншіден, онлайн платформа және онлайн жарнама туралы заңға сәйкес жауапкершілікке тартуда уәкілетті органдарға тиісті уәкілеттілік толық берілуі тиіс. Осы уақытқа дейін аталған заң аясында қанша адам жауапкершілік жүктегені жайлы статистиканы ашып көрсету маңызды. Үшіншіден, бизнес тренерлер мен коучтер үшін арнайы кәсіби стандарттар бекітілуі тиіс. Төртіншіден, халық арасында интернет алаяқтардан, инфасығандардан қорғанудың амалдарын түсіндіру жұмыстарын кеңінен жүргізу қажет. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының депутаттары